Бесіктен белі шықпаған сіңілім 50 жасар шалмен көңіл қоспақшы. Біз бір отбасында 7 қыз тәрбиелендік. Анам өте қатал еді. Қайта әкем жұмсақ, биязы мінезі кісі болатын. Ол кісі ешқайсымыздың бетімізден қақпай, анам бізге ұрса, қайта арамызға түсіп отыратын. Анамның бізді үй тірлігіне де үйретіп, үйден ешқайда шығармай, қатал ұстағанның арқасында болар. Үйде ылғи қыздар өссек те, ата-анамыздың артына кір келтірген емеспіз. Өзім үйдегі 5-ші қызбын. Өзімнен үлкен әпкелерім де жасына жетіп тұрмыс құрды. Аллаға шүкір, бәріміз өз отбасымызды айрандай ұйытып отырмыз. Менің жасым қазір 40-тан асты. Өзімнен кейінгі 2 сіңілімнің ең кенжесінің өзі жасы 28-де. Ата-анамыз өмірден қайтқан соң, өзімізден кіші сіңілімізге ең үлкен әпкеміз бас көз болды. Өйткені қалғанымыз әр қалаға тұрмысқа шығып кеттік. Ал үлкен әпкем біз туып өскен Көкшетау өңірінде тұратын. Үйдің кенжесі әсем кішкентайынан ерке болып өсті. Ақ дегені ақ, қара дегені қара болатын ол қыздың. Оның үстіне бізден кейінгі жастардың таным түсінігі де біраз өзгерді ғой. Біз ұят санайтын дүниелер кейінгі жастар үшін қалыпты жағдай секілді болып кетті. Әсем бой жетіп, мектеп бітіргеннен кейін Алматыға келіп, менің қолымда тұрып оқыды. Өзі мектепті жақсы оқыды. Жоғарғы оқу орнына да түсті. Әсем өте сымбатты, сүйкімді, тартымды қыз болып өсті. Бірақ мінезі біраз шұқалақтау болатын. Елпілдеп-желпілдеп бір орында тұрмайды. Оған біраз салмақтылық жетіспейді. Бой жетіп, ақыл тоқтатқан соң, мінезі өзгерер деп ойлағанбыз. Өзі тағы әнші. Дауысы сыңырлап ән айтқанда, оған назар аудармаған адам қалмайтын. Мен сіңілімнің бағының ашылғанын қаладым. Өзін биязы ұстап, жақсы бір адамның етегінен ұстаса екен деп тілейтінмін. 1-ші курс оқып жүргенде, әсем менің бақылауыма біраз көнетін. Менің рұқсатымсыз үйден еш қайда кетпейтін. Кетсе де ескертіп кететін. Сабақтан уақытында келетін. Қалай 2-ші курсқа көшті, солай өзгеріп кетті. Әр нәрсені сылтауратып үйге кеш келеді. Түннің жарымына дейін жоқ болып кететінді шығарды. Мен оған сабырмен ақылымды да айтып ұрсып та көрдім. Бірақ ол өзінің дегенін істейді. Күннен күнге ол өзгере берді. Бірде оның киімдері тұратын шкафты ашсам, ылғи қымбат киімдерді әкеп тығып қойыпты. Үнемі қымбат әтір сеуіп жүретінін де белгілі. Тағы бірде алтын сақина, алтын алқа тағып жүргенін байқап қалдым. Содан кейін шыдамай кетіп, сіңіліме айқайлап ұрсып, ақшаны қайдан алатынын сұрадым. Ол үндемейді. Сіңілім үндемеген сайын қаным басыма шауып, ойым сан жаққа кетті. Сіңілім жүзікше болып кетті ме деген ойда өзіме келе берді. Өзінен сұрауға тағы аузым бармады. Менің әбден ашуланғанымды көрген сіңілім өзінің жігіті бар екенін, бұл қымбат киімдер мен әшекейлерді әтірді де солап беретінін айтты. Мен дереу ол жігітпен таныстыр дедім. Ол маған жігітін таныстыратынын айтып уәде берді. Осыдан кейін біраз көңілім орнына түскендей болды. Сонымен қоярда қоймай жүріп, сіңілімнің жігітімен де танысатын болдым. Бар ойым сіңіліме сонша қымбат сыйлықтар сыйлап жүрген жігіттің кім екенін, ойы қандай екенін білгім келді. Сіңілім мені өзімен бірге жігітімен кездесетін мейрамханаға алып келді. Екеуміз бос орындықтың бір жеріне келіп отырдық. Сол кезде маған сіңілім: жігітімнің қазір келеді. Сен тек бірден оған ашуланбашы. Біз бір-бірімізді сүйеміз. Түсінуге тырысшы деді. Бір кезде жанымызға жас 50-ге келіп қалған жігіт ағасы жақындап келді. Сіңілім орнынан тұрып еді, әлгі кісі оның маңдайынан сүйіп амандасты да, маған қарап амандасқан ишарат жасады. Сол кезде сіңілім: танысып қойыңдар, мына кісі менің әпкем, мынау менің жігітім дегенде
шалқамнан түсе жаздадым. 19 жастағы өрімдей жас қыздың 50-дегі шалмен жүретін басқа біреуден естісем, есі ауысқан шығар дейтінем. Ал өсімнің туған сіңілім қарны қабақтай, әкесіндей адамды жігітім деген кезде кірерге тесік таппадым. Ішімнен қатты ашулансам да өзімді ұстауға тырыстым. Ол кісі маған өзінің отбасынан ажырасқанын, балаларының есейіп кеткенін, оларға тек материалдық жағдайынан көмек беріп тұратынын айтты. Ал менің сіңілімді қатты жақсы көретінін, бақытты ететінін айтты. Жарайды, жас қызы сүйсе сүйіп қалған шығар. Ал біздің қызға не жоқ? Мен әлгі жерден кеткенше асықтым. Орнымнан тезірек тұрдым да, сіңілімді де үйге кетуіміз керек деп детектеп үйге алып келдім. Сіңіліме жол бойы үндемедім. Үйге келген соң оған жылап тұрып, бар ойымды ақтарып салдым. Балапаным-ау, сен әлі жап-жассың, саған әлі жігіттің төресі кездеседі. Мына әкеңдей адамды қайтесің? Ата-анамыз тірі болса, сенің бұл қылығыңа қалай қарар еді? Әпкелерімізге не айтамыз? Жезделеріңнен ұялсаң етті дедім. Оның маған бар айтқаны: сен махаббатты түсінбейсің, мен оны сүйемін дейді. Айтып сезім өтпеген соң, өз шешсін деп біразға дейін үндемей жүрдім. Тіпті сіңілімнің үлкен адаммен жүріп жүргенін күйеуіме де айта алмадым. Мен жолдасының алдында сіңілімді ылғи да мақтап отыратынмын. Мынаны естісе жұртқа күлкі, дұшпанға таба болмаймыз ба? Оның үстіне сіңілім әнді жақсы айтатын болған соң, ол сахнада өнер көрсетіп, біраз жұртқа танылып та қалған болатын. Әсіресе біздің ауылдың адамдары әсемді теледидардан көріп мақтан тұтып жүреді екен. Мен сіңілімді қанша райынан қайтарғым келсе де, ол дегенін істеді. Басқа әпкелерін шақырып, олар да ақыл қосты. Тіпті оның оқуын ауыстырып, басқа қалаға алып кетпекші де болды. Бірақ ол мені сүйгенімнен ажыратсаңдар өлемін деп қорқытты бәрімізді. Балалықпен осы әрекетке барып отыр ғой. Уақыты келіп, санасы кіргенде анау үлкен кісіні тастар дедік те жөніне қалдырдық. Ол 3-ші курс оқып жүргенде әлгі үлкен кісімен бірге тұратын болды. Біздің үйден заттарын алып, сол кісінің үйіне көшіп алды. Сол кезде соңғы рет мен оған: әсем-ау, андағы шалмен ертең қартайып өлсе, сен жап-жас болып балаңды құшақтап қаласың ғой, ойлансаң етті дедім. Ол менің сөзімді құлағына да ілмеді. Осыдан кейін мен онымен мүлдем сөйлеспей ара қатынасымды үздім. Әсем өзі таңдаған адамымен небәрі 5 жыл өмір сүрді. Араларында бір ұл қалды. Соңғы 3 жылда Әсемнің күйеуі қатты науқастанып, соңында көз жұмды. Ал сіңілім 24 жасында бір баласын құшақтап жесір қалды. Ол тіпті осы уақыт ішінде ана болудың жауапкершілігін, баланың қадірін де түсінбеген секілді. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін тіпті баласына дұрыс қарай алмай, оның баласын менің алдымдағы әпкем өз балаларымен бірге өсіріп тәрбиелеп отыр. Қазір ол бала 6 жаста. Кішкентай сәби үнемі анасын аузынан тастамай, оған барғысы келетінін айтатын көрінеді. Бала қазір әпкеммен Жезқазған қаласында тұрады. Ал Әсем болса қазір Алматы қаласында тұрып жатыр. Мен әлі күнге онымен араласпаймын. Соңғы рет күйеуінің жаназасына бардым. Естуімше қазір ол өзінен бірнеше жас кіші жігітпен азаматтық некеде тұрып жатыр екен. Өліп өшіп сүйген адамнан туған баласын да ұмытып кетті. Сіңіліме қашан сана кірер екен?